Армысыздар достар, бүгін қозғайын деп отырған тақырып әрине көп жағдайларда мынау ерлердің арасында болсын, қыз балалардың арасында болатын инфекциялар жайлы, жыныстық жолмен берілетін инфекциялар жайлы айтатын боламын. Көп жағдайларда олардың жаңағы симптомдық түрі бар, бессимптомный түрі бар, яғни симптомсыз жүретін түрлері бар. Олай себебіміз симптомсыз жүретін инфекциялар көп жағдайларда денсаулыққа қауіп төндіріп. Ол қалай? Ерлер денсаулығына келетін болсақ, мынау ерлердің ағзасында жүрген скрытый дейміз ба, жасырын жүрген инфекция дейміз ба, осының кесірінен ерлердің арасында бедеулік кездесіп жатыр. Оған бір дәлел ретінде сіздерге мен бір пациентім жөнінде айтып кетсем, отбасын құрған ақтаулық бір оқырманымыз 7 жылдан бері бала жоқ, 7 жастағы баласы, одан екіншілік бедеулік пайда болған. Оған дейін денсаулық жақсы болған, қалыпты жүрген, яғни бала жетіге келгенше әйелі екінші баласын көтере алмаған. Содан уақыт өте келе бұл жігіт анализ тапсыруға бел жуады, сөйтіп анализ өткізетін болса, бұл жігіттің сперматозоидтары, яғни 0, азоспермияға алып келген. Яғни бұрынғы проценті жақсы болатын, 7 жылдан кейін бұның проценті айтқан кезде 0-ге түсіп кеткен. Ешқай жері мазаламайды, ешқандай симптом жоқ, енді ешқай жері ауырмаған деген адам ауруханаға жиіден бара бермейді ғой. Көп жағдайда ауырған адам барды ауруханаға. Өкінішке орай бұл жігіттің ешқандай шағымы жоқ болған. Сол шағым болмағаннан кейін, енді болса болған шығар, бірақ ол ондай бір қатты жағына бататындай болуы мүмкін. Содан бізге келеді, ол жігіттің бір бізде бажасы емделіп кеткен болатын, сөйтіп алып келеді. Енді қарап көрем, сөйтіп бәрі тексеріп көрем, гормондар бәрі жақсы. Спермограммасы бірақ 0% көрсетіп тұр. Сонымен бұл жігіттен сұраймын еще, сізде инфекция болған жоқ па, ауырмадыңыз ба десек, жоқ, ондай нәрсе болған жоқ, ешқандай симптом болған жоқ, мазалаған жоқ. Жарайды. Сөйтіп бұл жігітті анализге алып тексереміз. Сөйтсек, бұл жігіттің яғни қаннан инфекция шығады, хламидия инфекциясы шығады. Үрпісін тексерсек, үрпісінде де хламидия жүр екен. Яғни бұл қарап отырсақ, кейбір адамдардың ағзасында осы симптомсыз жүре отырып, инфекцияның әсерінен сперматозоидтардың қозғалысы түсе береді. Бұл жігітте мысалы бірден түспеуі болуы мүмкін. Өйткені 7 жылдың ішінде мысалы постепенно дейміз ғой, біртіндеп азая бастаған, сөйтіп органның сапасы 0-ге түсіп кеткен. Ол жағдайлар бізде жиі кездеседі. Әрине бұл адамның денсаулығына қауіп төндіретін инфекция болғаннан кейін, бұны әрине біз бірінші очередте тексеруіміз керек. Өйткені кейбір кісілер жүреді, мынау дәретке барам, дәреттен кейін менде үлкен дәретте отырғаннан кейін кіші дәрет жолынан бір ақ түсті бөлінді болды. Болмаса жаңағы бір түссіз бір сұйықтық ақты, болмаса жаңағы бір жағынды сияқты бір кілегей сияқты заттар болды деп жатады. Енді әрине ол кісілерді тексеру барысында анықталып жатады. Бессимптомдық жаңағы жүрген инфекция, мысалы гонорея ауруы болып жатады, мысалы хламидия болып жатады, трихомонад ауруы, гарднер-лоз ауруына болып жатады, инфекциялар болып жатады, болмаса жаңағы вирустардың кесірінен болып жатады. Сол әртүрлі бактерияның әсеріне байланысты осы симптомдар кездесіп жатыр. Біреулердің ағзасында, яғни выраженный дейді ғой, жыныстық инфекция жұқты, ертесіне жаңағы іріңді бөлініс болып жатыр. Слизь ағып жатыр дейді, біреу слизь болып жатыр дейді, яғни выраженный симптом бар. Ауруды ашыды деп келеді. Екінші біреулерде ешқандай симптом жоқ. Случайно обнаружен дейді ғой. Яғни аяқ асты тексерген кезде ғана шығып қалып жатады. Осы кезде мысалы симптомдар мысалы біреуде белгілі, біреуде белгісіз болатын болса, анықталатын болса, әрине бұны алдын алып емдесе, оның барлық шешімдерін табуға болады. Өйткені біз өкінішке орай біз симптом болмағаннан кейін біз ешқашан дәрігерге жоламаймыз, бармаймыз, бәрі идеально, бәрі жақсы болып жатады. Бірақ вирус айтпайды ғой саған. Мен сенде жүрмін, барып тексеріп көр деп айтпайды. Біз қай кезде барамыз? Біз мынау бір жыбырлап, болмаса жаңағы ашып бастаған кезде, бір симптом берген кезде ғана барып тексереміз. Егер де мынау жыныстық жолмен берілетін аурулар ағзада жүретін болса, жыныстық қатынасқа жетісіп жүрген ерлер болатын болса, ол міндетті түрде жылына кем дегенде 1 рет тексеріп өту керек. Өйткені ертең күні мынау баланың ұрпақтың болмай қалуы осы себептерге байланысты болып жатады. Сонымен қатар тағы да бір себеп, мына үйленетін жігіттердің арасында алдын ала тексеру өте маңызды. Өйткені сперманың тапсырып қою өте маңызды. Өйткені бұл туа пайдалығы болған бедеулік болуы мүмкін, жүре пайда болған бедеулік болған. Соған байланысты бұл аурулардың асқынулары ары қарай бедеулікке апаруы мүмкін, белсіздікке апаруы мүмкін, яғни импотент болуы мүмкін. Ондай жігіттердің де бізде кездескендер болды. Өйткені үйленгеннен кейін бұл бала импотент, яғни эректильді дисфункция мен зардап шегеді, жыныс жүйесі жұмыс жасамайды. Отбасылар
ажырасып кетіп жатырмыз осындай себептерге байланысты. Біреулер жаңағы өз-өзіне қол жұмсап жатқан ер балалар бар мысалы. Әрине алла оның бетін арғысын, әрқашанда денсаулығымызды күтейік достар. Мынау қандай да болсын, ауру болса алдын алу міндетті түрде бізге керек. Сол себепті денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Жылына кем дегенде бір рет уролог дәрігерден тексерді өтіңіздер. Біздің осы YouTube каналдық оқырмандарымыз үшін, мынау Instagram каналдық оқырмандарымыз үшін біз онлайн түрде де, офлайн түрде де консультация бере аламыз. Сол себепті консультация жазыламын деген кісілер болса, төмендегі нөмерге хабарласып, бізге шыға аласыздар. Аман сау болыңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер.